Жаңы сымдар эл аралык фестивалы алгач Казакстандын Алматы шаарында өткөрүлүп, ошондон бери бир катар өлкөлөрдө таланттуу жаштарды сахнага чыгарууга жол көрсөтүп келет. Бул ири Чолпон Ата шаарында кыргыз-казак таланттары менен өткөрүлдү. Осы жобаны осы Ыстыккөл жеринде өткізүүгө бел буып, бүгүн энди үлкөн концертти Казакстандын эмгек сиңирген кайраткерлери мен Кыргызстандын эмгек сиңирген кайраткерлери мен өнөрпаздар менен алып келип отурмун. Сонун иске сәттілік, бәрі жақсы болсын, жақсы өтсін, Кыргыз халкына үлкен рахметімді айтамын. Жаңғыр төктү, эскерүштү. Жаңы сымдар эл аралык фестивалы Кыргызстанда алгач рет өткөрүлүп жатса дагы катышуучулардын саны арбын. Анткени фестивалдын жоосуна ылайык таланттуу жаштар өз тилинде жана дүйнөлүк ырлардан аткара алышат. Бұл долбоор буга чейин Казакстанда да болгон. Бул жерде кыргыз, казак экөөнүн ортосундагы бир биримдик, достук, бир туугандык дегендей бир жакшы бир саамалыкта. Мынакей мен Казакстанга да барып келдим. Ошо Казакстанда да ошо биздин кыргыздын жаңы сым, жаңы чыга албай жүргөн ысымдар барыптыр. Ошо жерден дагы аябай бир жакшы ийгиликтерге жеткен. Андан кийин булар Грузияга барышты. Грузияга дагы Батумиге барып, ал жерден дагы аябай сонун ийгиликтерге жетип, биздин Кыргызстандан гран-приге ээ болушкан. Сердце как друга, море встречая, сердце как песня летит из груди. Жаңы сымдар эл аралык фестивалы таланттуу жаштардын кыялын орундатып, аларды чоң сахнага чыгууга көмөк көрсөтүп келет. Алматы, Ташкент, Батуми шаарларында керемет гүлжегине келип отурганыма кубанам дейт Байгал Эсеналиев. Адамзат баласы үчүн эң кымбат нерсе эмне? Ол руханий байлык. Қазіргі мемлекет пен мемлекеттердің арасында соғыс болып жатыр. Ол көмір үшін, газ үшін, мұнай үшін. Бірақ олардың бәрі таусылады ғой. Сонда адамзаттан бірге не қалады? Ол ән қалады, ыр қалады. Біздің арамызды жалғастырып тұратын жақсы тілектер қалады. Ол рухани байлық. Енді жер бетінен ең соңғы адам баласы жойылып кеткенге дейін бізбен бірге болатын ол біздің жырымыз, біздің сағынышымыз. Мені мына тыңдап тұрған қырғыздарымның өзін мен бала кезімнен бері жатқа білемін. Соны қазір сағынышпен есім алып тұрмын. Ал осы фестивальді ұйымдастырып жүрген Қаламқас Бексұлтановаға айтар алғысым, бауырлас үш халықтың достығын, бір-біріне деген сыйластығын, бір-біріне деген бауырластығын қайта жаңғыртып жатыр осы әндер арқылы. Біз тек қана жаңағы әншілермен емес, өнер иелерімен емес, мінекей демалуға келген қаншама халыққа жүрегінің осыны тартып отырмыз. Сондықтан да бұл фестивальдің алатын орны ерекше деп ойлаймын. Жаңы сымдар эл аралык фестивалы Чолпон Ата шаарынын көлжегинде өткөрүлүп жаткандыгына байланыштуу коңшу өлкөлөрдөн бир топ таланттар келип, өнөрлөрүн тартуулашты. Алардын талантына баа берип, атайын дипломдор, ардак грамоталар менен сыйлашып, өзгөчөлөнгөн катышуучулар Түркияда болуп турган фестивалга жолдомо алышты.